Бізде енді бағана айтқанымызда жаңа есімдер бұл жерде де бар. Мен ерекше тағы да бір айтып өткім келіп отыр. Бұл байқауға әсіресе Жезқазған қаласынан көптеген қатысушылар қатысқан екен. Және олардың өлеңдерінің жаңағындай сөз орамы, ой тереңдігі сондай жақсы, теңеулері де тың, төрт аяғы тең дүниелер түскен екен. Және де сол жақта бір әдеби клубтың ашылғаны, және сол әдеби клубқа мүмкін жақсы бір жетекшінің келгені болар деп өзім ойладым іштей. Дегенмен жақсы, керемет толқын сол жақтан жақсы жұмыстарын жіберген екен. Рұқсат етсеңіздер, мен жеңімпаздарды. Мы объявляем победителей номинации «Мушайра». Те, которые прислали, их было более 20, около 30 человек. И сейчас мы думаем, что Алмаз Мырзахмет объявит всех победителей. Әдеттегідей ынталандыру сыйлығынан бастайық. Ынталандыру сыйлығы жалпы ұпай саны 72. Межені көрсеткен Гура Лидия Петровна. Гура Лидия Петровна становится победителем в номинации «Мушайра» и награждается поощрительным призом. Екінші ынталандыру сыйлығы жалпы ұпай саны 73. Межені көрсеткен Сайдалин Думан Бекболатова. Сайдалин Думан также становится победителем в этой номинации и награждается поощрительным призом. Үшінші ынталандыру сыйлығы 73. Жалпы ұпай санымен Кәлім Абайбол Кәлімұлы. Кәлім Абайбол, поощрительный приз. Поздравляем, третий поощрительный приз по счету. Және үздіктердің шеруіне көшейік. Мықты ақындар қатысқан республикадағы әдеби ортада есімдері таныс ақындар бұл қатарда. Ендеше үшінші орын һәм жаңа есім номинациясымен меніңше болашағынан үлкен зор үміт күттіретін шығармашылық тұлғалардың бірі, мен үшін жаңа есім, мен үшін жаңалық болған Жезқазған қаласынан қатысып отырған Оралбай Аружан атты қарындасымды құттықтаймын. Үшінші орынмен. Третье место. Хочу просто чуть-чуть перевести слова Алмаза Мырзахмета как члена жюри. Наверное, открытие нового имени дал нам этот конкурс, и это новое имя у нас это Оралбай Аружан с города Жезқазган, которая занимает третье почетное место. Поздравляем. Екінші орын, жүлделі орынмен өзімізге таныс, әдеби ортада есімі жиі аталып жүрген бауырларымыздың бірі 75 жалпы ұпай санын көрсеткен Мұқағали Сейітқазы. Второе почетное место занимает Мұқағали Сейітқазы. Және бірінші орынды иеленген мықты ақын бауырымыз жалпы ұпай саны 78 екен. Жақында ғана Бөбек атты кітабы жарық көрген, соның таныстырылымын өткізген мықты ақын бауырларымыздың бірі, бірінші орынның иегері Абай Ораз. Құттықтаймыз. Почетное первое место занимает Абай Ораз. Құттықтаймыз. Және ең толқынысты сәт біздің жеңістің өшпес шырақ атты облыстық байқаудың жеңіс жайлы жырлаймыз аталымы бойынша бас жүлдегері мықты ақын, жалпы ұпай саны 79 қарындасымыз Рахымжанова Айзада Бүркітқызы.